Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Корзинадағы пай салатының рецептісін көргіңіз келсе, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Фольгадан форма жасап аламыз. Мында менде мексиканский лаваш бар. Осыдан форма жасайтын боламыз. Лавашымыздың үстіне осылай жұмыртқа жағамыз. Дайын болған лавашымызды қызып тұрған пешке салып, кептіріп аламыз. Тауықтың төс етін төрт бұрыштап турап аламыз. Турап алған тауықтың төс етінің үстіне тұз саламыз, паприка саламыз, кептірілген чеснок, сұйық май құйып 5 минутқа маринадтап қоямыз. Табамызға шамалы май құйып, маринадталған тауықтың төс етін қуырып алатын боламыз. Қуырып алған тауықтың төс етін осылай ыдысымызға салып, енді осының үстіне төрт бұрышты етіп турап, қияр саламыз. Салатымыздың үстіне осындай керешке салатын боламыз. Майонез саламыз. Қара бұрыш. Тұз саламыз. Әдемілеп араластырамыз. Міне біздің осылай корзинамыз әдемілеп пісіп шықты. Фольгасынан алып, тарелкамызға қоямыз. Дайын салатымды осылай корзинкеге салдым. Енді осының үстіне картошка пай салатын боламыз. Салатымыз осылай шықты. Енді оформление жасайық. Міне қыздар, кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіретін корзинадағы пай салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.